алдында бір психологты тыңдап жатқам. Сол былай дейді. Мысалы бізге үлкен кісілер айтады ғой. Мына СССР заманында өмір сүрген кісілер, сендерге стабильный жұмыс керек, сендер оқу керексіңдер, бір жерге стабильно барып сол жерде жұмыс істеу керексіңдер. Мысалы шахтаға барыңдар, мұғалім болыңдар, или тағы не кім бар мысалы. Госорганға кіріңдер, сол жерде стабильно жұмыс істеңдер, бухгалтер болыңдар деген сияқты. Соны жаңа психолог айтады. Бұның бәрі бұндай жаңағы осы үлкен кісілердің, мысалы мама папалардың, жаңағы СССРдан келген адамдардың мышлениялары былай дейді. Бәрінікі емес енді, көбісінікі. Жаңағы СССРда, в общем, коммунизм кезінде былай болған дейді. Стабильность дейді ғой. То есть СССРдің кезінде олардың подходтары реально работал дейді. Реально жұмыс істеген. Жаңағындай государственный жерде жұмыс істейтін стабильно, жаңа мұғалім, анау бухгалтер, шахтерларға ол кездерде кәдімгідей не берген, үй берген, государственный көмек берген. И сондай установкалар уже миларында қалып қойған сол СССРдан келген адамдардың. И сол адамдар бізге айтады, типа сендерде осылай істеу керексіңдер, сендерге стабильность керек деп. Но қазіргі біздің современный заманда олардың уже нелері, установкалары, олардың советтері уже не работает, потому что қазір коммунизм жоқ. Қазір біз басқа заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұл жерде басқа подход керек.